сіздер бәріңіз интернетке тәуелдісіздер. Неге сіздер бос уақыттарыңызда ата-аналарыңызға көмектесіп спортпен шұғылдансаңыздар, уақыттарыңыз тиімді өтеді. Жаңа көргендеріңіздей оқушылар өз уақытында интернетте отырады. Интернетте отырғанша кітап оқып, еш жұмысқа айналып отырған дұрыс. Қыздар, қараңдаршы, барлығы қолөнермен айналысып жатыр. Сендер де қолөнермен айналысыңдар. Я, Дана, сен дұрыс айтасың, қолөнермен айналысайық. Міне, бізде осындай бұйымдар шықты. Тәуелді болуға болмайды. Себебі оның пайдалы жақтары болса да, зиянды жақтары да бар. Біз интернеттен өзімізге керекті мәлімет қарап отырғанда, одан зиянды және жаман ойындар мен мәліметтер шығуы мүмкін. Ондай шықса, біз оған кіруге болмайды. Себебі ол бізге денсаулығымызға және өзімізге зияны тиеді. Интернетке тәуелді болуға болмайды. Оны уақытынан тыс көруге болмайды. Интернетте көп отырмаңыздар, оған тәуелді болмаңыздар. Қазір тез етіп сабақ қарап ұстау керек. Содан соң интернетте отыра тұруға болады. Қазір вау, қандай қызықты видео. Қазір кішкене қарай тұрайын, содан соң сабақ қарайын. 1 сағат өтіп кетіпті ғой. Қалай тез. Жарайды, сабақ қарап ұстайын. Ал бізге не берді? Сұрап көру керек. Осы видеода біз интернетке тәуелді болу жаман екенін көрсеткіміз келді. Себебі біріншіден біз ата-анамызға, жалпы отбасымызға аз уақыт бөле бастаймыз. Және де жаңада көргендеріңіздей сабаққа аз уақыт бөле бастаймыз. Сабақты дұрыс оқымаймыз. Және де интернетке тәуелділік ол біздің денсаулығымызға да зиян келтіреді. Себебі интернетте көп отыра бергеннен біздің көзіміз ауыра бастайды. Сондықтан интернетке тәуелділік өте зиян.